Қайырлы күн, оқушылар. Дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Сынып жұмысы, сабағымыздың тақырыбы ұшқыш Талғат Бигелдинов. Әдеби тіл нормасы, әтейін, қаратпа сөздер. Бүгінгі сабағымыздың мақсаттары оқылым стратегияларын қолданып оқу, яғни комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу. Екінші мақсатымыз мәтін құрылымын сақтау. Үшінші мақсат графиктік мәтін түрінде берілген процесті сипаттап жазу. Оқшау сөздердің бір түрі болып табылатын қаратпа сөздер сөз сөйлемде тыңдаушының назарын аудару үшін қолданылады. Сондықтан ол адамға байланысты немесе кейде көркемдік үшін адам мәніндегі жанды жансыз ұғым атаулары да болып келеді. Мысалы, тыңда дала, жамбылды. Сөйлемде дала сөзі қаратпа сөз. Мағыналы сөз болса да, сөйлем мүшесі бола алмайды. Өйткені бірде-бір сөзбен грамматикалық байланысқа түспеген. Қаратпа сөз сөйлемнің басында келсе, одан кейін үтір қойылады. Ортасында келсе екі жағынан, соңында келсе алдынан үтір қойылады. Қаратпа сөз ерекше қарқынмен, көтеріңкі дауыспен айтылса, одан кейін леп белгісі қойылады. Мысалы, Дархан, сен Берлиндегі Рейхстагқа алғаш ту тіккен қазақ жауынгерін білесің бе? Ерасыл, менің мұны бұрыннан білемін. Ол Рахымжан Қошқарбаев. Бұл жерде Ерасыл сөзінен кейін леп белгісі қойылып тұр. Себебі ерекше қарқынмен, көтеріңкі дауыспен айтылып тұр. Енді жаңа тақырыбымызды бастайық. Кітабымызды ашамыз. 140-шы беттегі бірінші тапсырманы оқимыз. Мәтінді оқып берілген мәліметтерді кластер әдісімен түсіндіріңдер. Пікірлеріңді түйінді сөздермен қорытындыңдар. Яғни біз сабағымыздың мақсатында берілген мәліметтерді іріктеп оқуды осы мәтінде қолданамыз. Дәптеріміздің ортасына бірінші тапсырма деп жазамыз да, дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші мәтінді оқимыз. Екінші астындағы ой түрткі сұрақтарына жауап береміз. Үшінші мәтін бойынша кластер құрамыз. Яғни түйін сөздермен кластерді береміз. Кластердің ортасына кім деп жазамыз? Әрине, Талғат Бигелдинов деп жазып, осы кісіге берілген теңеулерді, осы кісі туралы түйін сөздерді жан-жағына теріп жазамыз. Тапсырманы орындап болсақ, екінші жаттығуға көшейік. Екінші тапсырма 140-шы бет. Талғат Бигелдинов туралы деректі фильмді тамашалап, батырдың өмір тарихымен танысыңдар. Түртіп алу жүйесі бойынша негізгі мәліметтерді жазып, өз көзқарастарымен бөлісіңдер. Тағы да жоғарыда айтып кеткендей, бірінші мақсатта берілген мәтінді іріктеп оқуымыз тағы да осы жерде қолданылады. Яғни бұл видео сіздерде осы слайдпен бірге классрумда жүктелген. Сол видеоны YouTube'дан тамашалаймыз. Көріп отырғанда түртіп алу тәсілі бойынша дәптерге негізгі қажетті деген мәліметтерді көшіріп жазамыз. Үшінші тапсырма 141-ші бетте орналасқан. Оқылым мәтіндегі тірек сөздердің негізінде қаратпа сөздерді қатыстырып, диалог құрыңдар. Тірек сөздердің мәнін ашатын мақал-мәтелдер мен фразеологизмдерді қолданыңдар. Дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Яғни, дәптердің ортасында үшінші тапсырма деп жазамыз да, диалог құраймыз. Диалогтарында міндетті түрде қаратпа сөздер қолдану керек, және мақал-мәтелдер мен тұрақты сөз тіркестері сөйлемдерінде болуы қажет. Тапсырманы орындап болсақ, үй жұмысын жазып алайық. Үй жұмысы сынып жұмысынан кейін бір жол тасталып жазылады.
Ол 4-ші тапсырма 141-ші бет. Қазақ тілінің синонимдер сөздігін пайдаланып, төмендегі сөздерге синонимдік қатар құрыңдар. Мысалы, батыр, ер, тағы да басқа сөздерді осының қасына қосып жазамыз. Синонимдер сөздігі үйлеріңізде болмаса, ғаламторды ашып, синонимдік қатарларды іздеуге болады. Барлық тапсырманы орындап болған соң, дәптерімізді фотоға түсіріп, маған қайтадан салып жібересіздер. Сабақтың соңында кері рефлексия ретінде өздеріңізге ұнаған бір тапсырма, түсініксіз болған бір сұрақ және бұрын білмеген бір ақпаратты жазып жіберіңіздер. Сау болыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.